Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті жамағат. 12 айдың сұлтаны, қасиетті Рамазан айы баршамызға мұбарак болсын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен Жарапазан айту эстафетасын Абай облысынан қабыл алып, қасиетті хан көрген, хазірет көрген Көкшетау елінен Павлодар облысына жолдаймыз. Рамазан айы мұбарак болсын. Ассалаумағалейкум мұсылмандар, ойының хақ жолына ұсынғандар. Құтырнап отбасына бағынғансың, бір Алла қабыл етсесің онда. Атыңнан айналайын хақ пайғамбар, Алладан әмір келсе жақпайларына. Бес күндік тіршілікте құлшылық қыл, қара жер өлгеннен соң тақтайлана. Рамазан айы келді, ей жанарымдар, бұл айдың фазілеті кәрәңда бар. Өлеңі Жарапазан айы демес, бүгінге осылайша болған хабар. Ей балалардың күнгені жорға тай болсын, жорғалатып келгенде байдың көңілі жай болсын. Ай жағынан қарасаң, алтын терек орнасын, күн жағынан қарасаң, күміс терек орнасын. Бүлшіл бол, бозторғайдай төшіл бол, бәйтеректей түрлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Мұхаммед үмбет айтқан Жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан. Баршамызға несібегі, күлгенмен ойнағанды кешірегі. Күнәміз таудан биік аспанданды, су сеуіп тозған отын өшірегі. Меккеде бір ағаш бар іші уыз, оразан намазың етісі жұмыс. Ұстасаң оразаны жұмадыңда, жемістер шашылады уыз-уыз. Айтамыз Жарапазан ауылына, бақ болсын бар мұсылман қауымына. Береке құда келсе оразайы, шашайдау қарық болсын сауынына. Ей балалардың күнгені жорға тай болсын, жорғалатып келгенде байдың көңілі жай болсын. Ай жағынан қарасаң, алтын терек орнасын, күн жағынан қарасаң, күміс терек орнасын. Бүлшіл бол, бозторғайдай төшіл бол, бәйтеректей түрлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Мұхаммед үмбет айтқан Жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан. Оразан қабыл болсын ұстаған жан.